Қайырлы күн баршаңызға. Осындай әдемі творожный пирог дайындаймыз. Маған тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Ыдысымызға бөлме температурасында жұмыртқамызды құямыз. Осындай илейтін, дайындайтын құрылғыңыз болмаса да, осылай қолмен илесеңіз де өте жұмсақ, жақсы шығатын болады. Сметанымыз саламыз, қантымыз қосамыз. Сметанымыз 20%-тен, сондай болса да болады. Бөлме температурасында сары майымызды қосамыз. Барлығын бір масса болғанша араластырамыз. Араласамын дегенше біз 2 ас қасық содамыздың үстіне 1,5 чай ложкадай уксусымызды құямыз. Бұндай қылып жасамаймын десеңіз де көп қоссаңыз да болады, бірақ ас сода қосқаныңыз жақсырақ болады. Массамыз дайын болды. Үстіне електен өткерілген ұнымыздың барлығын саламыз. Үстіне жаңа дайын болған уксусты массамыз қосатын боламыз. Насаткымызды ауыстырып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, өте нәзік. Оның көмегімен кішкене жұмыс жасаймыз. Қолымызбен осылай бір қалыпқа келгенше кішкене жұмыс жасаймыз. Қатты басып илеу қажет емес, өзі жұмсақ, нәзік болады. Бетін пленкамен или таза салапанмен жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін 1 килограмм творог, домашний творог болса да тіпті жақсы, үстіне қант, ванилин қосып миксерлейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Жартысынан көбірегін жайып аламыз. Жартысын азырағын үстін сәндігі үшін қолданатын боламыз. Оның көмегімен аздап жаятын боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қорықпасаңыз болады, өте жақсы шығатын болады. Ұнды сеуіп, жұқартып жаямыз. Қатты жұқа болып кетпей керек, листімізге жасап аламыз. Егер бұндай сізде үлкен лист болмаса, описанияға рецепттерін толығымен қалдыратын боламын, соның жартысын дайындасаңыз болады. Жектерін пышақтың көмегімен лопатамен осылай кесіп аламыз. Үстіне салмамызды қосатын боламыз. Тегістеп барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне теңдей жағуымыз керек. Осылай теңдей барлық жеріне апарамыз. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Қатты қалыңда, жұқада болу қажет емес. Осындай ирек болып кесетін болса да жақсы, болмайтын болса пышақпен жасасаңыз да жақсы шығады. Осылай лента қылып кесіп аламыз. 3-4 санттан болса да болады. Осылай ұзынан кесіп аламыз. Неке кесіп болдық. Енді листіміздің дәл ортасынан қойып шығатын боламыз. Неке қойып шығамыз. Артық жерін кейін кесіп тастайтын боламыз. Екінші жағына да дәл ортасынан бастаймыз. Сонда рашотка тәрізді өте әдемі болып шығады. Осылай тізбектеп, кезек-кезекпен қойып шығамыз. Неке дайын болды. Артық жерлерін кесіп алып тастағанымыздан кейін, осындай қолымызбенен шығып тұрған жерлерін ішіне кіргізіп, бекемірек қылып
жасап шығамыз. Қатты басып жібермеңіздер, осылай саусағыңыздың ұшымен қамырымыз өте нәзік тегістеп шығатын боламыз. Сонда пирогтарымыз өте әдемі болып шығатын болады. Тағы да әдемдеп сәндеймін десеңіз, осындай формаңыз бар болса, осылай жасасаңыз да болады. Үстіне мен осындай жұлдыздарды қойып шықтым. Өте әдемі болып шығады. Егер формаларыңыз жоқ болса, қажет емес. Үстіне жұмыртқаның сары менен ағын қосып, жақсылап араластырып, барлық жеріне теңдей қылып жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жақсылап жағуымыз қажет. Менде қызып тұрған духовкамызда мен 180 градуста қойдым. Жарты сағатқа мінекей пісіп шықты. Өзіңіздің духовкаларыңызға қарайсыңыз. Видеоның ақырына дейін қарағаныңызға рахмет. Дайындап көруге кеңес беремін. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, басқа да видеоларымызды қарауға кеңес беремін. Маған лайк, комментарий қалдырып кетіңіз. Жақындарыңызға бөлісіп отырыңыз. Сау, аман болыңыз.